Сәлем достар, бүгін сіздермен Оразгүл осындай майда қуырып алатын, өте қытырлақ, дәмді болып шығатын пельмен жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен біз картоплымызды тазартып, таза суға жуып, осылай бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Және де отқа бетіне дейін су толтырып, қайнатып аламыз. Сол арада біз қамырын илейтін боламыз. Ол үшін бізге ыстық сүтімізді құйып аламыз. Және де оған бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, беншікпен жақсылап сүтте ерітіп алатын боламыз. Сүтіміз бізде өте ыстық болу керек. Сол кезде біздің сары майымыз жақсы еритін болады. Және де сары май мен сүтті араластырып, кішкене суытып алғаннан кейін үстіне жұмыртқа салып, кішкене тұз саламыз. Және үстіне еленген ұнымызды салып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Кейінгі кезекте қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Осылай қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін 15 минутқа тындырып қоятын боламыз, бетін жауып. Сол арада біздің картоптарымыз да дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте ыстық күйінде сары майымызды салып, тағы да кішкене сүт құйып жібереміз. Сол кезде дәмі өте керемет болып шығады. Үстіне бұрышымызды саламыз. Кішкене тұз салып жібереміз. Начинкасын өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады. Осылай картоптарымызды жақсылап езіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай картоптың барлығын езіп алдық. Келесі кезекте дайын болған қамырымызды жаятын боламыз. Осылай қамырымыздың астына кішкене ұн сеуіп, қамырымызды оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп, жұп-жұқа етіп жаямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жайылды. Өте жұмсақ болу керек қамырымыз. Сол кезде біздің пельмендеріміз өте керемет болып шығады. Қамырымызды 2-3 қайтара жайып, жұқа етіп жайып аламыз. Келесі кезекте қамырымызды кесетін боламыз. Қамырымызды видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Пельменнің көлемін өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Реті келсе, өте үлкен қылып істесеңіздер, дастарханға қойғанға әдемі көрінетін болады. Осылай барлығын кесіп аламыз. Келесі кезекте кескен қамырларымызды тағы да осылай кесіп алатын боламыз. Бұл пельменді бір жасағаннан өте керемет қытырлақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі кезекте пельменді түйуге кірісетін боламыз. Қамырларын осылай жайып, ішіне начинкаларын салып шығатын боламыз. Начинкасын көп салудың қажеті жоқ. Орташа етіп салсаңыздар болады. Осылай барлығын салып болғаннан кейін енді түйетін боламыз. Шетін алып, осылай қайырып түйсеңіздер де болады. Шетін қатты басу керек. Сол кезде бізге майға қуырылған кезде ашылып кетпейді. Келесі түйу осы екі ұшын арғы ұшына апарып жапсырсаңыздар да болады. Бұл пельменнің түрі де өте керемет болып көрінеді. Дастарханға қойсаңыздар. Осылай пельменіміздің барлығын түйіп шығамыз.
осы кезекте біз отқа майымызды қыздырып қоямыз. түйіп болған пельмендерімізді қызып тұрған майға салып қуырып алатын боламыз. Егер видео ұнаса, лайк басып комментария қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пельменіміз, яғни майға қуырылған түшпарамыз дайын. Өте керемет, қытырлақ болып шықты. Құдалыққа, бесік тойға жасасаңыздар өте керемет болып көрінеді, дастарханның сәнін ашады. Видео ұнаса, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер.